Сәлем достар, біз бүгін ең дәмді, ең жұмсақ восточный пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды ағынан сарысын бөліп аламыз. Бөлек ыдысқа бөліп алыңыздар. Ағын салатын ыдыс құрғақ болуы тиіс. Осылай бөліп алдық. Енді сары уызына қантымызды, қаймағымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырдық. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Ұнымызға жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, песочный тесто жасаймыз. Үгітпелі қамыр. Песочный тестомыз дайын болды. Енді массамызға біріктіретін боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Холодильниктің астына қойыңыздар, морозильникке емес. Салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына курага, чернослив, бал, греческий орех, 2 жұмыртқаның ағын қолданатын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұз қосып, жақсылап аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Миксерімізде құрғақ болуы қажет. Жақсылап аппақ болып көпіргенше араластырып, бөліп қант салатын боламыз. Біздің жұмыртқамыз аппақ көпірді. Енді салмаларымызды салатын боламыз. Салмамызды жақсылап турап аламыз. Осы көлемде болуы қажет, видеодағыдай. Салып, жақсылап барлығына жеткенше араластырып, миотымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін осылай жайып, кусоктарға бөліп аламыз. Екінші бөлігін табамызға салып, үстіне салмамызды салып, оның үстіне жаңағы кесілген қамырымызды әрлеп, жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Енді сироп дайындайтын боламыз. Сиропты газда осылай араластырып, қою болғанша араластырып дайындап аламыз. Қызып тұрған пирогымыздың үстіне сиропымызды жағамыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.